Қайырлы күн. Бүгін сіздермен әлеуметтік жұмыс орындары бойынша табель тапсырамыз. Оны социально рабочие места деп атайды. Орыс тілінде ең алдымен каналға жазылып, осы көмек порталы каналына жазылып, лайк бассаңыздар, егер сізге пайдалы болатын болса. Бізде осылай табельге кірсеңіздер, еңбек кесет арқылы кіресіздер. Бағана жұмыскердің аты жөні тұрады, ені жазылып тұрады. Сосын мынау количество рабочих дней в месяц деп тұрады. Яғни бұл мынау айда қанша жұмыс күні бар екені көрсетіледі. 22 күн. Кейбір айда 21 күн, 18, 19 болып өзгере береді. Бұны түймейсіз, тек қана мынау количество фактических отработанных дней. Яғни осыны сіз бағана жұмыскеріңіз, егер жұмысқа қабылдаған уақыттан бастап, егер айдың ортасында қабылдасаңыз, онда 15 күн деп жазасыз. Немесе жұмыскеріңіз больничныйға кетіп қалатын болса, онда мына күндеріңіз азаяды. Ай толық жұмыс істеген болса, 22 күн жазасыздар. Мына жердегі мынау уақыты, сағаты, отработанных часов деген, ол автомат түрде есептеледі. Яғни осы 22 күн жазсаңыз, цифраны ол есептеп береді өзі. Сосын мына жерде размер заработной платы по трудовому договору дейді. Бұл, яғни сіз екеуіңіз еңбек шартын жасасыз ғой, сол жерде сумма жазылады. Яғни одобрениеге берген кезде заявка бересіз ғой, сол жерде бағана көрсеткен суммаңыздың мөлшері жазылады. Бұл негізі жазылып тұрады өзі, қанша екенін. Басында өзіңіз сол суммамен кете бересіз. Егер бағана өтініш жазып сумманы көтерем десеңіз, онда көтерген кезде тоже бағана басқа сумма жазылады. Бағана бастапқыда жазған сумманы өзгертсеңіз. Енді сумма начисленной заработной платы дейді. Яғни сіз договорда көрсеткен сумманы солны көшіріп жазасыз мына жерге 120 деп. Егер де мысалы жұмыс істеген уақыты аз болса, 10 күн болса, 15 күн болса, сол күн бойынша есептейсіз. Яғни мына сумманы 120 күнді 22-ге бөлесіз да, бір күннен неше күн шығады, соны бағана 10 күнге көбейтіп, қанша күн жұмыс жасады, соған заработаны бағана айлықты көрсетесіз мына жерге. Енді сумма пенсионных взносов дейді. Мына жерде сумманы 10% болады. Яғни пенсион ОПВ 10% төленеді. Мына жерде 120 мың болады, мына жерде 12 мың болады. Мына жерде мысалы 100 мың деп көрсетсеңіз, онда 10 мың деп есептеледі. Мына жердегі сумма сол суммамен 10% болады. Енді мына жерде субсидияның суммасы подлежит компенсации из бюджета теңге дейді. Яғни мынау социально рабочий места не бойынша, өздерінің приказдары бойынша 35% төлейді. Яғни қараңыз, мына жерде 35%, яғни мынау зарплатаның 35%-ке көбейтесіз. Сонда бізде мынау 42 мың шығады. 42 мың шығады, е? Бұл бағанағысы 22 күн, яғни айдың бір айда толық егер жұмыс жасаған болса. Егер де мысалы сіз бұл жұмыскерді айдың ортасында алды делік, яғни ол 15 күн жасады. Мына жерде 15 күн болса, былай істейсіз. Яғни толық есептеп аласыз. Мысалы, толық зарплатасы 120 мың, сол 120 мыңның 35% есептеп аласыз. Сонда 42 мың шығып тұр ғой. Енді 15 күндікін есептеу үшін, мынау 15 күндікін есептеу үшін, мынау 42 мыңды сіз бөлесіз, мынау 22-ге бөліп тастайсыз. 22-ге. Сонда қанша күн, мысалы, қазір мен есептейін. Қанша болады екен? Бөлеміз 22-ге. Сонда бір күнге бізге бір күнге шығып тұр 1909 теңге шығып тұр ғой. Енді осының 15 күндегі суммасын есептеу үшін, осыны көбейтесіз 15-ке. Мына 15 күнді мына сумма көбейтесіз. Сонда сізде 15 күн болса, 28 мың болады. Сонда мына жердегі 15 күнде сіздің мына неңіз 28 мың 636 теңге болады. Бағанағы субсидияға берілетін суммаңыз осылай болады. Егер толық жұмыс істеген болса, сол 35% болады. Мысалы, сізде зарплатаңыз 150 мың болуы мүмкін. Сонда сіз 150 мың теңгенің 35% есептейсіз. Әркім әртүрлі береді ғой, мысалы 150 мың дей салайықшы. Менде мысалы мен жағдайымда 120 мың теңге. Солай ненің
приказдары бойынша солай есептеледі олар. 35%-ін береді. Енді қараңыз, өздерінің бұл 20 МРП-дан көп болмау керек бұл жерде. Егер де 20 МРП-дан көп болып кетсе, онда сол 20 МРП-ні өзін береді. Қараңыз, мысалы 2025 жылы бізде МРП 3932 ғой, соны көбейтеміз 20 МРП. Біздегі сумма 20 МРП-ні 78646 болады 2025 жылы. 2025 жылы. Егер де сіз мысалы көп зарплата көрсетсеңіз, онда сіздің суммаңыз 78640 теңгеден көп болып кетсе, сонда мысалы сіз 80 мың болып есептедіңіз, бағана 35% есептеген кезде сіздің суммаңыз 80 мың болып кетсе, онда сіз бағана максимально 20 МРП-ні жазасыз. 20 МРП деген ол 78640 теңге болады 2025 жылы, соны жазасыз мына жерге. Түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбей жатсаңыздар, бағанағы комментарий жазсаңыз болады. Мен оқып жауап беретін боламын. Алайса баршаңызға рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Пайдалы болса каналға жазылыңыздар.